Сәлем достар, сіздермен бірге мен Малика, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен бәріміз жақсы көретін балмұздақтың тарихын айтатын боламыз. Егер де сіздерге қызық болса, менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетуді ұмытпаңыздар. Ендеше кеттік. Балмұздақ тоңазытсыз жасалған тағам. Балмұздақты сүт, қаймақ, қант, сары май, жеміс-жидек, сондай-ақ дәмді хош иісті тамақтық қоспаларынан жасайды. Құрғақ қоспаларға карамель сірнесі, қышқылдар, жұмыртқа ұнтағы, бал, хош иісті шәрбат шырындары және де агар, желатин, крахмал, пектин сияқты да қоспаларды қосып жасайды. Ең алғашқы балмұздақтың рецебін жариялаған Мэри Элис ханым екен. Ол 1718 жылы Лондонда болған. Ал Еуропаға алғаш рет 13 ғасырда Марко Поло рецептін Қытайдан алып келген деседі. Балмұздақ негізінен қоректік, хош иістендіргіш және де эмульгациялаушы заттардан тұратын үздіксіз шайқау процесінде мұздатылған масса болып табылатын десерт. Балмұздақ көбінесе жеміс-жидек шырындары мен пюрелерді мұздату арқылы алынған жеміс мұзы деп те аталады. Балмұздақ ежелгі деликатес. Бұның тарихы 4000 жылдан асады дейді. КСРОда балмұздақтың өнеркәсіптік өндірісі 1932 жылы сүт заводтарында тек осы мақсат үшін ғана құрылған. Өндіріс көлемі Филедегі заводта 1938 жылы тәулігіне 30 тонна балмұздақ, ал 1972 жылы ең ірі Мәскеу балмұздақ заводында 125 тонна балмұздақ өндірілді, ал 1935 жылы қол машиналарда шыға бастаған. Біздің заманымызға дейін 2000 жыл бұрын ежелгі Қытайда дастарханда балмұздақты анық еске түсіретін десерттер апельсин, лимон және де анар дәндерінің тілімдері орналасқан қар мен мұзды берген. Оның сақтау әдістері мен рецепттері Қытайдың Шицзин кітабында жазылған. Балмұздақ тәтті тамақ және де дені сау адамдардың көбісі үшін өте жағымды тағам. Кейде ол диеталық тамақтың орнына да жүреді. Бірсыпыра ғалымдар асқазан органының қан тамырларына тарылып, осының нәтижесінде тері түтіктері кеңейеді деп те есептейді. Қазіргі таңда балмұздақтың түрлері өте көп және де еш қиындықсыз қысы-жазда алып жеуге болады. Сонымен менің сүйікті көрермендерім, сіздерге балмұздақ туралы қызықты дерек бердік деген үміттемін. Егер де сіздерге осы рубрика ұнап жатса, сіздер комментарийға тағы да қай тағамның тарихын білгіңіз келеді, сол туралы жаза кетіңіз. Біз қолымыздан келгенше айтуға тырысамыз. Арнама тіркеліп, лайк басып, мені қолдап комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Малика, қош сау болыңыздар.